Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, әдемі болып шығатын құймақтан, яғни блинчиктан пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап отырыңыздар. Ал жасауды бастайық. Бізге ең алдымен пісірілген дайын блинчиктер, яғни құймақ. Одан кейін сүзбе, творог, 2 жұмыртқа және де қант қажет болады. Менің каналымда құймақтың бірнеше рецептісі бар, солар бойынша жасап көрсеңіздер болады. Енді салмасын дайындаймыз. Үлкен ыдысқа сүзбемізді саламыз, оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз және де қантымызды саламыз. Барлығын миксердің көмегімен айналдырып шығамыз. Пирог рецептісін описание, яғни видеоның астына жазып кететін боламын. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді оның үстіне дәміне қарай варенье қосамыз және де персик қосатын боламыз. Кез келген өздеріңізге ұнайтын варенье түрін қоса берсеңіздер болады, және де персикті осылай видеодағыдай майда бөліктерге бөліп шығамыз. Барлық персиктерімізді майда бөліктерге бөліп болғаннан кейін енді үлкен ыдысқа саламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Біздің пирогымыздың салмасы дайын болды. Енді құймақтардың ішіне әрқайсысына осы салманы салатын боламыз. Пирогымызды пісіретін арнайы формаға пергамент қағазын төсеп дайындап қоямыз. Әр құймақтың ішіне видеода көрсетілгендей етіп салмасын салып, видеодағыдай әрқайсысын орап шығамыз. Яғни салмасы түсіп қалмас үшін бекітуіміз қажет. Барлық құймақтарды осы әдіспен салып шығамыз. Міне біз барлығын салып болдық. Енді бізде салмасы кішкене қалған болатын. Енді оның үстіне қаймақ қосатын боламыз. Қаймағымызды қосып, барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып шығамыз. Қаймағымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін, оның үстіне 1 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқамызды қосқаннан кейін енді біркелкі етіп жақсылап араластырып шығамыз. Міне бізде осындай масса шықты. Енді дайын болған массаны жаңағы дайындап қойған құймақтарымыздың үстіне жағып шығамыз. Барлық жеріне тегізуіміз қажет, яғни біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Масса барлық жерге жету үшін бір сілкейміз және де қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді пирогымызды қалауымызша сәндейтін боламыз. Менде сгущенканы видеодағыдай әдемілеп сеуіп шықтым. Және де персиктің көмегімен пирогымызды сәндеп шықтым. Егер сіздерге осы рецепт ұнаса, осы видеоға лүпіл басуды ұмытпаңыздар.